926 есеп. Бұл жерде бізде өрнектерді ықшамдау керек. Минус 2х квадрат қосылған 12х, 12х минус 18 бөлінген х квадрат қосылған 4 минус 21. Бұл жерде алымындағы минус 2-ні шығарып тастап, оның бөлімінде, оның жақшаның ішіндегі мәндер жазамыз. Х квадрат минус 6х қосылған 9. Астында бұл жіктеу формуласы негізі, бірақ оны нақтырақ көрсеткім келді. Міне, жіктеу формуласының негізі осылай. Бұл 21 тең болады m көбейтілген n, ал 4 тең болады m қосылған n. Сол кезде бізде 7 көбейтілген минус 3 тең болады минус 21, 7 қосылған минус 3 тең болады 4. Осылайша жіктеу формуласы арқылы осын алдық. Бұл жерде осы формула негізі квадраттың формуласы, а минус б квадраттың формуласы, осылай ықшамдадық. Ары қарай тағы да осы екеуін қысқартамыз да, бұл жерде х минус 3 қалады, ал мынау бірге тең болады, себебі қысқартып келеді. Сол кезде 2 минус 2 жақшаның ішінде х минус 3 бөлінген х қосылған 7 тең болады. Осы өрнек. Төртінші есеп, бұл үшіншіге кішкене ұқсас, бірақ бұл жерде барлық жерлерді жіктеу арқылы жасауға болады. 2х квадрат минус 3х минус 2 бөлінген 2х квадрат минус 5х минус 3 тең болады. Осы тағыда да жаңағы сияқты жіктеу формуласы қабілдедік. Осылай шықты. Сонда х минус 2 және 2х қосылған 1, х минус 3, 2х қосылған 1. Бұл екеуі қысқарады, себебі екеуі бір мән сияқты. Сонда х минус 2, х минус 3. Онда 35. Онда 35-те бізде нені табу керек? Онда 35-те бізде төменгі теңдеулердің шешімі деді. Осы теңдеуді шешуіміз керек, яғни х-тарды табуымыз керек. 6 бөлінген х куб азайтылған 7х квадрат азайтылған 7х қосылған 1 тең болады 8 бөлінген х куб минус 8 квадрат плюс 8 қосылған 1 бөлінген х квадрат қосылған 3, қосылған х. Біріншіден, осы алымдағы мәнді шешейік. Оны біз оны жазып х куб қосылған 3 минус 7х квадрат минус 7х деп істейміз, себебі 2х куб және қосылған 1 андағы ол а куб және қосылған б кубтың формуласына жатады. Сол себептен сол істейміз. Минус 7х қосылған 1 бұл жіктеу. Сонда х қосылған 1, х квадрат минус х қосылған 1 минус 7х, х қосылған 1. Бұл біздің а куб қосылған б кубтың формуласы негізі. Бұл жерде а-ның орнына х, б-ның орнына 1. Сонда соңғы мәніміз х қосылған 1, х квадрат минус 8х қосылған 1, себебі минус 8х-ның себебі ол минус х қосылған минус 7х тең болады, минус 8х. Екінші амалымыз ол х куб минус 8х квадрат қосылған х тең ары қарай жіктеген кезде барлықтарынан х-ті алып, бұл жерде біз квадраттық мүшені көреміз. Сонда х көбейтілген жақшаның ішінде х квадрат минус 8х қосылған 1. Үшінші амалымызды қарасақ, бізде х квадрат қосылған х тең болады. Бұл жерде де х-ті сыртына аламыз да. Сонда х көбейтілген х қосылған 1. Ары шығара келсек, 6 бөлінген осы мән, 8 бөлінген осы мән, 1 бөлінген осы мән. Сонда 6 бөлінген, 6 бөлінген осы, минус 8 бөлінген осы, минус 1 бөлінген осы. Тең болады 0. Ары қарай. Анықталу облысы ол х минус 1-ге тең емес, 4 минус түбірасында 15-ге тең емес, х тең болады 0-ге тең емес, х тең болады 4 қосылған түбірасына 15-ге тең емес. Үшінші амалымыз осылай
жаңағы амалдардың барлығын алып тастап, себебі олар бізге керек емес. Ары қарай шығарсақ 6х тең болады 8х қосылған 8 қосылған х квадрат минус 8х қосылған 1, сонда х квадрат минус 6х қосылған 9 тең болады 0. Бұл жерде жіктеу формуласы арқылы жасаймыз. Сонда 9 тең болады m көбейтілген n минус 6 тең болады m қосылған n. Сонда x минус 3 көбейтілген x минус 3 тең болады, минус 3 көбейтілген минус 3 тең болады 9, минус 3 көбейтілген минус 3 қосылған минус 3 тең болады минус 6. Сонда x тең болады 3. Жауабы x тең болады 3, себебі 2 жауап ол бір жауапқа жатады. Екінші есебі. Так, бұл жерде x квадрат минус 2x қосылған 4 бөлінген x куб минус 2x квадрат қосылған 4x минус 8 қосылған x квадрат қосылған 2x қосылған 4 бөлінген x куб қосылған 2x қосылған 4x көрініп тұр, барлығы қосылған 8 тең болады 2x қосылған 2 бөлінген x квадрат бөлінген 4. Бұл жерде қарай келсек, бұл жерде барлық сандар бірдей, тек қана бұл екеу плюс, екеу минус. Және де екеуді қалай айтсам болады, мысалы жай қастырып тұрсаңыз, x квадрат минус 2x қосылған 4, бұл жерде жіктеу формуласы арқылы жасаймыз да, жаңағы сияқты жіктеу арқылы. Сонда x квадрат көбейтілген x минус 2 қосылған 4x минус 2. Бұл жерде солай, бірақ бұл жерде минус 2-нің орнына плюс 2, себебі бұл жерде минус болса, бұл жерде плюс тең болады 2x қосылған 2, x минус 2, x плюс 2, себебі x квадрат минус 4 тең болады x минус 2, x плюс 2. Бұл a квадрат және минус b квадраттың формуласы. Так, арғай шығарсақ, сонда ортақ алымдар, ортақ бөлімдері андағы x квадрат қосылған 4, x минус 2 және x плюс 2. Сонда бұл жерде жетпейтіні ол x плюс 2, бұл жерде x минус 2 жетпейді, бұл жерде x квадрат қосылған 4 жетпейді. Барлығын көбейтіп шығып, сонда осы мәнді қосып, тең болады x квадрат қосылған 4, x плюс 2. Бұл жерде қарасақ, бұл қалайсам болады, a куб b кубтың a плюс b кубтың формуласы. Бұл жерде a куб минус b кубтың формуласы. Сол кезде орнына қойсақ, x куб қосылған 8, бұл жерде 2 куб, бірақ 8 деп жаза салайық, плюс x куб минус 8, бұл жерде де 2, бірақ 8 деп жаза салайық, тең болады 2x куб қосылған 2x квадрат қосылған 8x қосылған 8. Бұл осының жалғасы. Сонда барлығын қысқартсақ, барлығын азайтып қоссақ, минус 2x квадрат минус 8x минус 8 тең болады 0. Оны жақшаның сыртына минус 2-ні шығарып, екеу барлығы минус 2-ге бөлінеді. X квадрат қосылған 4x қосылған 4. Бұл жерде қалай айтсам болады, a қосылған b-ның a қосылған b квадраттың формуласы. Сонда x қосылған 2 квадрат минус 2x көбейтілген x қосылған 2 квадрат бөлінген жаңағы амалдар, жаңағы дегенде ортаңғы бөлімдер істеймізде, бұл және мынау қысқарады. Сонда мынау екеу қалады, оны алмай қоюға да болады. Так, сіздерге көрінеді. Сонда қалады минус 2, жақшаның ішінде x плюс 2 тең болады 0, тең болады минус 2x минус 4 тең болады 0. Арғарай теңдеумен шығарсақ, сонда x тең болады минус 2. Келесі есебіміз 10-37. Барлық көрініп тұр, Бірінші есеп 2x минус 7 бөлінген x квадрат минус 9x қосылған 14 минус 1 бөлінген x квадрат минус 3x қосылған 2 тең болады 1 бөлінген x минус 1. Бұл жерде алымдарын жіктеу формуласы арқылы жасаймыз. Жіктеу формуласы арқылы дегенде жаңағы айтқандай 14-те mn
яғни m көбейтілгені n, ал бұл жерде m қосылғаны. Бұл жерде солай. Бұл екеуіне де. Сонда x минус 7, x минус 2, x минус 2, x минус 1, бұл жерде x минус 1. Ортақ бөлімдер андағы x минус 7, x минус 2, x минус 1. Бұл жерде x минус 1 жетпейді, бұл жерде x минус 7 жетпейді, бұл жерде x минус 7 көбейтілген x минус 2 жетпейді. Сол себептен бір-бірінен көбейтеміз. Сонда 2x квадрат минус 2x минус 7x қосылған 7 минус x қосылған 7 тең болады x квадрат минус 2x минус 7x қосылған 14 деген мәнді алып аламыз. Сонда барлығын бұл жерден шығарсақ, бұл жерден шығарсақ, осылай шығады. Сонда 2x квадрат минус 10x қосылған 14 тең болады x квадрат минус 9x қосылған 14. 14 пен 14 қысқарады. Мына екеуі азайтылып, сонда x квадрат минус x тең болады 0. Бұл жерде жіктеу арқылы жасап x табамыз. Сонда x тең болады 0, x тең болады 1. Осы арқылы. Анықталу облысы бұл жерде x тең болады 7-ге, x 7-ге тең болмайды, x 2-ге тең болмайды, x 1-ге тең болмайды. Бұл жерде x тең болады 1, яғни бірақ мәні болады, ол x тең болады 0. Так, екінші себебіміз барлық көрінеді. 2x қосылған 7 бөлінген x квадрат қосылған 5x минус 6 қосылған 3 бөлінген x квадрат қосылған 9x қосылған 18 тең болады 1 бөлінген x қосылған 3. Бұл жерде де бірінші есептегі сияқты жіктеу арқылы жасаймыз. Сол кезде x қосылған 6, x минус 1, x қосылған 6, x плюс 3. Бұл жерде x плюс 3 деп қалады. Ортақ бөлімдер андағы x қосылған 6, x минус 1, x плюс 3. Бұл жерде x плюс 3 жетпейді, бұл жерде x минус 1 жетпейді. Бұл жерде x плюс 6 көбейтілген x минус 1 жетпейді. Сонда барлығын бір-бірлеріне көбейтіп, осы амалды шығарамыз. 2x квадрат қосылған 6x қосылған 7x қосылған 21 қосылған 3x минус 3 тең болады x квадрат минус x қосылған 6x минус 6. Осылардың барлығын азайтып қоссақ, мәндерін шығарсақ, сонда 2x квадрат қосылған 6x қосылған 18 тең болады x квадрат қосылған 5x минус 6 деп шығады. Сонда 2x минус x квадрат тең болады x квадрат, мұнда 16x минус 5x, себебі олар мына жерге барған кезде, оң жақтағы амалдар сол жаққа барған кезде плюстары минусқа айналдырып, минусы плюсқа айналады. Сонда 11x 18 плюс болады, 6 24 болады. Сонда тең болады 0. Жіктеу формуласы арқылы жасап, сонда 24 андағы m болса, 8 көбейтілген 3 тең болады 24, 8 қосылған 3 тең болады 11. X тең болады минус 8, x тең болады минус 3. Анықталу облысы бұл жерде x минус 6-ға тең болмайды, x минус 3-ке тең болмайды, x 1-ге тең болмайды. Бұл жерде x минус 3-ке тең болмағандықтан x минус 8 болады. Так, 12-ді 10-шы есеп. Қазір берілген сізге оқып берейін. Тұрақты жылдамдықпен жүріп келе жатқан көлік жолда 6 минутқа тоқтады. Белгіленген межеге жету үшін қалған 36 км жолда көлік жылдамдығын 4 км сағатына артырды. Көліктің бастапқы жылдамдығын табыңдар. Так, бұл жерде біз көліктің бастапқы жылдамдығын табуымыз керек. Бізде t уақыты беріліп тұр, s қашықтығы беріліп тұр. Так, t уақыты 6 минут, оны сағатқа айналдыру керек. Сонда 6 бөлінген 60, андағын 10-1 сағат, оны 0,1 сағатқа айналдырамыз. 36 бөлінген x қосылған 4, x қосылған 4-дің себебі көлік жылдамдығы 4 км-ға артты ғой. Сол себептен x қосылған 4, x дегеніміз ол жылдамдығы негізі. Сол x-ті табуымыз керек. Қосылған 0,1 тең болады 1. X қосылған 4 бұл жерге көбейтіледі. Сонда 36 қосылған 0,1 x қосылған 0,4 тең болады x қосылған 4.
шығарсақ, сонда x минус 0,1x қосылған 4 минус 36,4 тең болады 0. Сонда 0,9x тең болады 32,4. 32,4-ті бөлеміз 0,9-ға тең болады 36. Болды. Сау болыңыз.